Адамзат қоғамының табиғатпен қарым-қатынасы қазіргі заманның ең маңызды проблемаларының біріне айналды. Адам жерде пайда болған кезден бастап, оның биосфераға тигізетін әсері үнемі үдеп отырды. Бірақ тек индустриалдық қоғам және демографиялық жарылыс жағдайда ғана адам әрекетінің жағымсыз зардаптары ғаламдық сипатқа ие болды. Қоршаған орта бұған дейін ешқашан байқалмаған қарқынмен ластанып жатыр. Энергетикалық және минералдық ресурстардың сарқылу үрдісі байқала бастады. Антропогендік әрекеттің сан алуан түрлері, жануарлар мен өсімдіктердің көптеген түрлерінің тікелей немесе жанама түрде жойылуына әкеліп соқты. Табиғи ортаның химиялық ластануы, радиациялық жағдай, азық-түлік пен ауыз су сапасының нашарлауы және тағы басқа жағдайлар халық денсаулығының нашарлауына әкеліп соқты. Біздің әрбір басқан қадамымыз, әрбір істеген ісіміз табиғатқа байланысты болғандықтан, оның біздің өмірімізде ерекше орын алуы сөзсіз. Болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында баса айтылған туған жер бағдарламасын қолданып, туған жерді анам демей не дейін, туған жерді панам демей не дейін, туған жермен асқақ менің ән жырым, туған жермен асқақ менің мерейім деп ақын жырлағандай, ауылдың құрметті азаматтары туған жерге алтын ұя мектебіме тағзым тақырыбындағы экологиялық акциясына келіп, ауылды көгалдандыруға өз үлестерін қосты. Табиғатты аялау барысында біздің мектебімізде көптеген үлестер қосуда. Оны қазір апайларында да естіп жатсыздар. Өзі аты айтып тұр, экосағат акциясының, яғни экологияға бағытта берілген бұл акция, яғни еліміздің жерімізді көгалдандыру, яғни бүкіл жердегі Қазақстанның барлық аймақтарындағы тазалықты сақтау, осы мақсатта жүргізіліп жатқан акция. Қазір біз осы акциясына мына аудан әкімшілігіне қонағымыз келіп отыр. Ауыл әкіміміз келіп отыр. Табиғатта адамның рөлі өте кішкентай. Үлкен табиғатта адам кішкентай құм сияқты. Бірақ табиғаттың тағдыры сол құмның қолында. Себебі адамның мүмкіндіктері өте үлкен. Табиғатты аялау барысында біздің мектебімізде көптеген үлестер қосуда. Яғни мектеп ұжымымен бірге көктем күз айларында ағаш отырғызу жұмыстарына атсалыса отырып, білім беру мекемесінің жетекшісі көгалдандыру жұмыстарына қатысатын үлкендер мен балаларға өзі үлгі бола жол бастай алады. Мектеп ауласында шамамен 4 гектар аумаққа 500 түп алма ағашы отырғызылған. Бұл алма ағаштарының көпшілігін мектеп бітірушілер мен бірінші сыныпқа келген оқушылар отырғызу әдетке айналдырылған. Бұл оқушылар мектеп қабырғасында жүрген уақытта өз ағаштарын қамқорлыққа алу мүмкіндігіне ие болатын үлкен тәрбиелік іс. Бұл орайда менің ағашым менімен бірге өседі ұранын ұстанады. Осылайша оқушыларды экологиялық тәрбиелеу үрдісі қалыптасады. Дұрыс ұйымдастырылған мұндай еңбекті педагогикалық тиімділігі жоспарға жауапкершілікпен қарауда жатыр. Сондай-ақ балаларға жасаған жұмыстар үшін оң баға беріп, мадақтаудың маңызы зор.